көріңдерші. Мектепке бірінші рет кіммен келдіңдер? Мектепке келудегі басты мақсаттарың не болды? Жарайсыңдар, балалар. Әрине, барлық бала мектепке білім алуға келеді. Оқу білім азығы, білім ырыс қазығы деген мақалды үнемі естен шығармаған жөн. Білім күніне арналған мына өлең шумағына назар аударайық. 1 қыркүйек күнімен, аңқыған жыпар гүлімен, келібем қарсалар мектебім, сүйкімді қоңырау үнімен. Балалар, бүгінгі сабақта мәтін бойынша сұрақтарға жауап бересіңдер. Мәтіннің бастапқы бөліміне сүйене отырып, оқиғаның соңын болжауды үйренесіңдер. Бүгінгі сабағымызда Ахмет Байтұрсынұлының «Мен қалай оқуға бардым» мәтінімен танысамыз. Алдымен, стоп-кадр әдісі бойынша бала Ахметтің оқуға қалай келгеніне болжам жасап көріңдерші. Жарайсыңдар, балалар. Әр кадрдан бала Ахметтің оқуға келген күнгі көңіл күйінің қандай болғанына болжам жасап алдыңдар деп ойлаймын. Ендеше, «Мен қалай оқуға бардым» мәтінімен сәйкестендіріп оқып көрейік. Мен қалай оқуға бардым. Менің Әбіш деген құрдасым бар еді. Әкесі оны оқуға берді. Бір күні ойнайын деп бардым. Әбіш кітап оқып отыр екен. Тыңдасам, кітабында жұмбақ, мақал, өлең, басқа да жақсы сөздер көп екен. Оқу үйренсем, мен де сондай оқыр едім деген ойға қалдым. Үйге қайтып келдім. Оқуға барамын, дедім. Әкем мен анам бұл ойымды ұнатты. Ертеңіне мені оқуға апарды. Ахмет Байтұрсынұлы. Балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беруге дайынсыңдар ма? Әбіш деген кім? Оның кітабында нелер бейнеленген екен? Баланың оқуға баруына не себеп болды? Балалар, осы тапсырманы орындау барысында мәтіннің бастапқы бөлімін анықтадыңдар. Мәтінге сұрақ қойып, оқиғаны болжадыңдар. Ал бұл әңгімені жазған кім екенін білесіңдер ме? Бұл кім? Ол туралы не білеміз? Сызбаны пайдаланып, автор туралы әңгімелеп көріңдер. Міне, балалар, оқуға талпынған Ахмет кейін ғалым, ұстаз, ақын болды. Ахмет Байтұрсынұлы 1873 жылы Қостанай облысында дүниеге келген. Тұңғыш әліппе оқулығын жазған. Ахмет Байтұрсынұлын әліппенің атасы деп те атайды. Аспанға ұшып бара жатқан шарларды ұстап алып, әр шарға жазылған сөздерден нақыл сөз құрастырамыз. Ал шарды дұрыс ұстап алдыңдар ма? Тексеріп көрейікші. Жарайсыңдар. Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні ғарып.
Әрине, біліммен көзің ашылады, қоршаған әлемді, жаратылысты танисың. Ал білімсіз болсаң, еш нәрсе білмей, үйренбей қаласыңдар. Балалар, сендер жазушыға еліктеп, оқу үйренсем деген ойды үлкендердің көмегімен жалғастырыңдар. Жарайсыңдар. Әрине, бала арманы орындалған Ахметтің алғырлығы сонша көңіл күйі тамаша, керемет болғаны белгілі. Балалар, бүгінгі мен қалай оқуға бардым мәтінімен таныса отырып, сендер төмендегідей қадамдарды орындадыңдар. Балалар, бүгінгі мен қалай оқуға бардым мәтінімен таныса отырып, бүгінгі сабақта бала Ахметтің оқуға деген ынтасын білдік. Оқуға барған күнгі Ахметтің көңіл күйінің қандай болғанын таптық. Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні ғарып мақалының мәнін түсіндік. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бердік. Мәтіннің бастапқы бөліміне сүйене отырып, оқиғаның соңына болжам жасауды үйрендік. Әр күн сайын білім алуға, оқуға деген зейіндерің ашылсын. Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.